Сәлем достар, видео бастамастан алдымен арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеода сіздерге әлемдегі ең жылдам, ең күшті көліктер жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына тамашалаңыздар, өте қызықты болады. Сіздермен бірге Білез арнасы. Мұнда шектеулі автомобильдердің шығарылуы қисынсыз болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл сәнді автомобиль өндірушілері брендтің тартымдылығын арттыру үшін мезгіл-мезгіл жасап отырады. Ең қызығы, бұл маркетингтің тірек жұмысы істейді. Әлемдегі ерекше эксклюзивті автомобильдерді сатып алуға шамасы жетпейтіндер сирек кездесетін жылдамдығы жоғары және сәнді көліктерге ие болады. Барлығы 300 Bugatti Veyron EB16 көлігі шығарылды. Бұл өте жылдам спорттық машиналар әлемдегі ең бай автомобиль әуесқойлары арасында беделге ие болды. Көлік 1939 жылы Бугаттиде 24 сағаттық Ле Ман деп аталатын жарыста жеңіске жеткен француз велошабандозы Монсей Вейронның есімімен аталды. Бұл Вейрон шамамен 1,5 миллион долларға бағаланады. Автомобиль әуесқойлары Бугаттиге жұмсалған ақша оған тұрарлық деп санайды. Өйткені бұл әлемдегі ең жақсы көліктердің бірі. Көлік 16 цилиндрлі 8 литрлік турбо қозғалғышымен жабдықталған. Оның максималды жылдамдығы сағатына 320 шақырымнан асады. Сонымен қатар ол жолдың қиын өтуі, стандартты және жылдам жүру үшін қону биіктігін бірдей реттей алатын бекітілген гидравликалық жүйеге ие. Ягуар өзінің талғампаз дизайнымен, күрделі сызықтарымен және айрықша эксклюзивті автомобильдерімен танымал. Ягуар өзінің 75 жылдық мерейтойында Ягуар XKR 75 жасау арқылы эксклюзивті жаңа деңгейге шығарды. Бұл авто өндіруші осы автомобильдердің тек 75-ін шығарды. Олардың әрқайсысы сатып алушыға $33,568 тұрады. Бұл автомобиль басқалар сияқты қымбат емес екеніне қарамастан, Бельгия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды және Ұлыбританияда сатып алуға болады. Жаңа модель түпнұсқаға өте ұқсас Ягуар XKR, дегенмен айырмашылықтардан арасында бақылау мен суспензия жақсарғанын, қуаттылық пен акустиканың жақсарғанын атап өтуге болады. Бұл машинада сағатына 0-ден 100 шақырымға 4,4 секундта жылдамдықтың арттыруы алады. Ягуар XKR 75-тің жалғыз кемшілігі оның максималды жылдамдығы сағатына 280 шақырымнан аспайды. Бұл басқа машиналарға қарағанда сағатына 48 шақырымға баяу келеді. Ferrari 250 GTO Berlinetta бұл эксклюзивті көлік қана емес, сонымен қатар чемпион 30 тамызда 1968 жылы Ferrari 250 GTO Berlinetta 38 миллион $115,000 кермелде Калифорния аукционында сатылды. Бұл автокөлік 1968 жылы шыққан Ferrari 250 GTO Berlinetta'ның 39 данасының бірі болды. Алғашында бұл Ferrari моделі автомобиль жарыстарында қолданылатын деп ойлаған. Сондықтан ол 296 ат күші бар 12 цилиндрлі қозғалтқышпен жабдықталған. Компания тек осы марканың 39 вагонын шығарғанына қарамастан, көпшілігі оларды осы компанияның тарихындағы ең жақсы автомобильдердің бірі деп айтады. Данияда шығарылған барлығы 15 дана Zenvo ST1 автокөлігі әлемдегі ерекше эксклюзивті автомобильдердің бірі болып табылады. Бұл автокөліктің бағасы 1,8 миллион қосымша функциялары автомобиль. Сондай-ақ оны жөндеуді тағы $1 миллион арттырады. Шинаны ауыстыру үшін $5,000 жуық. Сондықтан бұл машинаны жөндеу жұмыстарының көп бөлігі үшін Данияға жөнелту керек. Бұл көлік қымбат емес, алдын ала мақұлданған сатып алушыларға сатылады.